болып тумағанда не терем. Жеңісті көрмедің бе? Что там? Dünya Rusya подписки жасатқысы баларға. Жасаватыр ғой балам, нормально. Все, давай, жасатқыз, давай. А что сендер не жасамайсың? Жасасыңдар? Давай. Салам алейкум, родной, жасап беріңдер, родной. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Адай және Алаш баласарынысы. Барлық арнаға қош келдіңіздер. Арнаға жазылып лайк басып белсенділік танытып жатырған барлық қара көз қарындастарым, қара домалақ інілеріме үлкен алғысымды айтамын. Бүгінгі видеода мына особая посылка деген шығыпты, дәл соны ашатын боламыз деп шек беретін болсаң. Бүгінгі видеода мына Tiny магазин деген шықты, дәл соны ашатын боламыз. Tiny магазиннен маған 60% шықты, 60%, дәл сол 60%-ға қазір мына жерде ішіндегі бар заттарды алатын боламыз. Маған көп зат қажеті жоқ. Бұл жерде көбісі оружейный лутбокс және купондар екен. Маған купондар керек, және де бұл жерде екі наборды да міндетті түрде сіздермен бірге алып алатын боламыз. Солай бауырлар. Так, мына жерде инкубатордың купонын алып алайық, және оның өзінің сезоны келген кезде сол инкубатордан нормальный киім шыққан кезде айналдырып түсіріп алатын боламыз. Так, сосын велочауға арналған өзінің арнайы купоны бар, дәл сол купонды да алып алатын боламыз. Егер де қазір видеомыз қысқаша болып қалып жатырса, сол велочауға арналған арнайы купонды айналдырып, кешегі түспей қалған қызыл фартфильмен және P90-да түсіріп алуға тырысатын боламыз сіздермен бірге. Мына жерде 719-ға түсіп тұр. Так, 719-ға келіп тұр. Нормально түсіріп алатын боламыз, алып аламыз қазір. Сіздерге бауырлар, осы Tiny магазиннен 90-95% тілеймін, дәл сол 90-95%-да түсіріп алып, осы наборды арзанға сатып алып, киіп жүруді тілеймін бауырлар. Киіп жүріңіздер, білмеймін, әйтеуір маған қатты ұнады, осы наборлардың ішінен осы екі набор, топ набор, маған қатты ұнаған наборлар солар. Сосын бауырлар, бүгін ешқандай стрим болмауы мүмкін, себебі кешеден бері көп бауырларым кәдімгі сұрап жатыр, брат, стрим қашан, турнир қашан деп сұрап жатырған бауырларым бар. Соларға айта кетейін, бүгінгі күнімді мына Қазақстан футболына арнағым келеді. Бүгін Қазақстанның 3 бірдей клубы Европа лигасына іріктеу матчтарын өткізетін болады. Олар Қайсар клубы, және де Астана клубы, және Қайрат клубы. Егер де біреулеріңізге мүмкін қызық болар, сіздерге айта кетейін уақыттарын. Бүгін 17 қыркүйек күні Астана уақытымен Қайсар клубы, Астана уақытымен Қайсар клубы 18:00-де ойнайды. Сосын Астана клубы 20:00-де ойнайды, ал Қайрат клубы 23:00-де ойнайды. Солай бауырлар, көріңіздер, қолдау көрсетіңіздер, көгілдір экран алдынан болсын қолдау көрсетіп, осындай қазақ футболына дамуына деген әйтеуір осындай үлесімізді осай кішігірім болса да қолдау көрсетейік деген келеді. Солай бауырлар, бүгінгі күнімді стримге емес осындай футболға арнағым келіп отыр. Сіздерді де сол шараға шақырамын, қатысыңыздар деген келеді. Көріңіздер бауырлар, теледидардан осы Казспорт арнасынан көрсетілетін болады. Европа лигасының іріктеу матчтарына Қазақстанның 3 бірдей клубы таласқа түсетін болады. Сосын кешегі маған хабарласып Ерлан Әшімов және Төрехан Ербол деген бауырларымыз маған донат салған болатын. ВК парақшама хабарласты, брат, сізге донат салғымыз келеді, көптен бері салғымыз келіп жүрген, сіздің видеоларыңызды, стримдеріңізді үзбей көремін, бірақ описанияда астында донатқа деген сілтеме жоқ болатын. Сондықтан сіздің өзіңіздің ВК парақшаңызға арнайы шығып, сізден донатты қалай салуға болады, сізге қалай салып берсек болады, киви номеріңізді айтыңызшы деп маған хабарласқан болатын. Сол бауырларыма үлкен алғыстарымды айтамын. Сол бауырларымыз кешегіде сіздің арнаңыздың дамуына осы біздердің атымыздан бір кішігірім болсын, үлесіміз болсын деп маған қолдау көрсетіп жатырған осындай кішкентай бауырларыма үлкен алғысымды айтатын боламын. Ол бауырларым кешегіде сұраған болатын, мен сіздерден тегін алмай қояйын, қалай, менен не көмек керек, модер берейін ба, немесе қандай да бір көмектер керек ба менен деп сұрағанда, ешқандай да көмек керек жоқ, осындай қазақ інілерінің атынан сізге қолдау деп біліңіз деп маған көрсетіп жатырған осындай затына, ілтипатына үлкен разы болдым.
қуанып қалдым десем де болады. Разымын сондай бауырларыма. Маған айтып жатырсыз, турнирлер, конкурстар және де әртүрлі жаттар ұйымдастырып жатырсыздар, видеолар, қызықты видеолар түсіріп жатырсыздар. Біздер үшін сізге алғысымыз шексіз. Сол үшін осы сыйымызды алыңыз деп маған үлкен зат көрсетті. Үлкен өтініш жасады десем болады. Былай айтқанда, сол бауырларыма үлкен алғысымды айтамын. Бірақ сіздерге бауырлар ендігі донатқа деп немесе былай деп жүрген бауырларым болса, донат салам деп жүрген бауырлар болса, сіздерге айтарым бауырлар, маған ешқандай донаттың қажеті жоқ. Сіздердің ыстық заттарың болса, маған деген қолдауларыңыз болса, арнама кіріп, әрдайым видеомды көріп, стримімді көріп, лайктарыңызды басып, қолдап, адай брат, сіз үшін ғой деп қолдап жүрген осындай інілерім, қарындастарым, аға, апаларым, бауырларыма сол ілтипаттарың, сол қошеметтердің өзі маған жетеді бауырлар. Маған ешқандай сіздерден донатта, ешқандай затта қажеті жоқ. Алла разы болсын сіздерге. Солай бауырлар, бүгінгі осы жетіп отырған осы 2500 подписчикке сіздердің арқаларында жетіп, әуелі Алланың арқасы сіздер себеп болып, осы жетістікке жетіп отырмыз. Бұған да шүкір, бұйырса Алла қаласа бір күні 1 миллион деп 100 мың подписчикке аузыма салды, тәк 100 мың подписчикке жетерміз бір күні. Дәл сол кезде Гаринадан да тегін алмаздарды алып, дәл сол кезде тегін конкурстар, тегін халявалар, тегін былайлар, порталлай, прокачка, аккаунт, не бар, түрлі зат бар, соның барлығында жасап сіздерге ұйымдастыратын боламыз. Сол күнге жетейік, сол күнге жеткен кезде барлығы да болатын болады. Менен қазіргі таңда қолдау деген ешқандай прокачка заттар жасай алмай жүрмін. Сіздерден үлкен кешірім сұраймын, өтініп сұраймын, кешірім қысылам. Бір жағын айтсағанда, менен қазір тек қана қолдау, сіздердің арналарыңызға тегін пиар жасаумен ғана қолдау болып тұр. Бауырлар, қолдан келгенше тегін пиарды сіздерге жасап беретін боламын. Қазір осы видеоны осы жерден стоп қойып, описанияда тұрған қазақ бауырымыздың арнасы, сол қазақ бауырымыздың арнасына міндетті түрде жазылып өтейікші бауырлар. Адайдан келдім деп лайктарыңызды басып, қолдауларыңызды көрсетіп, подписаться кнопкасын басып кетіңіздерші. Менің қанша сүйікті көрермендерім бар, білейін, қанша мен деп жүректері соғатын, адай деп маған балет ететін бауырлар, ағалар, апалар, інілер, қарындастарым бар екен, көрейікші бауырлар. Адайдан келдік деп жазып кетіңдерші, описанияға бір бауырымызды белгілеп кететін боламын. Ертең сіздердің де арналарыңызда тегін пиар жасайтын боламын. Дәл сол кезде бұл бауырымызда сіздің арнаңызға міндетті түрде жазылатынына кепілдік беремін десем болады. Солай бауырлар, маған берілген уақыт шектеулі деп эфирдің тілімен айтқанда, қазір уақытта аяқталып қалыпты. Видео ұнаса бауырлар, лайк басыңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Бұл видеоны ретке шығарып жіберейік, қолдау көрсетіп жіберейік. Барынша комментарий жазайық мен туралы. Біреулер айтады, брат, сіздің стриміңізді қараса тойда отырғандай боламыз, көптен бері тойға бармай едік. Ассалаумағалейкум, ана деген аузыңыз шашамай сөйлей береді екенсіз деп айтып жатыр. Шынымен де сондай ма білмеймін, енді әркімнің ойы әртүрлі десем де болады. Солай бауырлар, сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Қолдау көрсетіп жатырған, осындай қолдап келіп жатырған, адай деп менің видеомды үзбей көріп жүрген бауырларыма үлкен алғысымды айтамын. Міне сіздермен бірге осындай видео болды. Видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Сіздермен бірге мен Адай, Алаш баласы арнасы, сау болыңыздар.